Ассалаумағалейкум, құрметті қатысушылар. Бүгін өте маңызды тақырыптардың бірі қаржы сауаттылығы. Британды How Much ақпараттық порталының зерттеу бойынша әлемде қаржы сауаттылығын дұрыс пайдаланып алып жатқан мемлекеттердің бірі Дания мемлекеті. Әрмен қарай Норвегия, Швеция, Финляндия мемлекеттері. Былайша айтқанда скандинав мемлекеттері. Ең қызығы, бұлар бақытты мемлекеттердің ең басты көшбасшылар мемлекеттері болып отыр. Демек, біз бақытты болу үшін әрине бізге қаражат артық етпес. Өйткені қаражат бұл өзіміздің армандаған мақсаттарымызға жеткізетін құрал. Енді осы құрал дұрыс басқару үшін әлемдік тәжірибе бойынша 3 категориясы бар. Бірінші ол бірлескен отбасылық бюджет, екінші араласқан отбасылық бюджет, және үшінші бөлек отбасылық бюджет деп бөлінген. Енді әрқайсысына тоқталып кететін болсақ, бірлескен отбасылық бюджет бұл жерде түскен табыстар отбасындағы барлық бірігіп шығындарды есептеп отырады. Екінші, араласқан отбасылық бюджет бұл жерде түскен табыстарды бөліп алады. Мысалы, әйел кісі жұмыс істеп жатса, ол азық-түлікке алады, ер кісі өзінің коммуналдық несие соған төлеп отырады. Үшінші, бұл жерде бөлек отбасылық бюджет, бұл жерде каждый за себя, әркім өзінің түскен табысын, немесе өзінің кеткен шығындарын бірлесіп, ең қызығы былайда, ол жерде көбінесе батыс мемлекеттер қолданады. Мысалы, бір азық-түлік алды и бөліп алады. Сен 5000 теңге қаржысын, сен 5000 теңге сөйтіп алып отырады. Бірақ ол бізге керек емес. Енді қараңыздар, біз қаржы сауаттылығын басқару үшін анықтап алғаннан кейін 4 ең маңызды принципі бар. Бірінші, ұзақ мерзімді шығындар бар. Ол біздің келе жатқан армандарымыз. Мысалы, біреуміз машина алуымыз келеді, біреуміз үй алуымыз келеді. Солай бөліп аламыз, соған жоспар құру керек. Мысалы, 2 жылда, 3 жылда сол машина алу үшін. Мысалы, мен өзімде 3 депозит бар. Біреу ол өзімнің жеке, екінші үй алуға, үшінші бір үлкен проекттерге салып отқан депозиттер. Соған бөліп тастағанымда, өйткені өзім бір мақсаттарым бар. Сол мақсаттар бойынша жұмыс жасап отыр. Екінші принцип бұл кірістер шығындардан неғұрлым көбірек болуға тиіс. Көбісіміз байқамаймыз, шығындарымыз көп болуы мүмкін. Сондықтан біз оны шығындарымызды жазып отыру керекпіз. Ол дәптерге болсын, не болмаса арнайы күнделіктер болсын, не болмаса арнайы телефон қосымшаларына жазып отыру керек. Осы кезде біз анализ жасап отыру керекпіз. Қай жерге көп шығындар кетіп жатқан. Өзім осы шығындарды көру арқылы көптеген шығындарды мен азайттым. Және альтернативті варианттарын таптым. Үшінші, табыстың бірнеше көздерін құру. Бұл жерде қараңыздар, табыстың мынандай бағыттары бар. Жұмыс берушіден алып жатқан жалақы. Екінші, өзіңіз жұмыс істегеннен түсетін табыс. Үшінші, жалақы алып отырсыз, және де қосымша жұмыстар. Және төртінші, инвестиция. Енді бұл жерде қараңыздар, егер сіз жалақы алып отырсаңыз, сіз оны түскен табысыңызды алдын ала бюджеттеу керексіз. Мысалы, сіз стабильно 150 мың алып отырсаңыз, алдын ала сіз сол 150 теңгені жазып қою керексіз, жоспарлау керек, қайда кетіп жатқанын. Не болмаса ол жетпей жатса, қосымша жұмыстармен атқаруға болады. Мысалы, ер кісілер таксовать етуге болады. Не болмаса өзінің бір жақсы бір қабілеттігімен жұмыс жасауға болады. Мысалы, электрик болып, тағы да қосымша электричество, басқа бір-екі жұмыстар атқаруға болады. Мысалы, әйел кісілер жалақы алып отырып, олар мысалы торт пісіре алады, бауырсақ пісіре алады, оны қосымша сатып, табыс түсіруге болады. Және төртінші, инвестиция. Бұл жерде мынаны келтіруге болады. Ауылда туысқандарымыз бар, олардың бір малын алып, келесі жылы 2 мал болып кетуі мүмкін. Сондай варианттар қарастыруға болады. Не болмаса акция сатып, қосымша табыс алып келуге болады. Келесі принцип бұл жерде барлық шығындарды сіз міндетті емес деп бөлу керексіз. Міндетті шығындарға бұл біздің ең алғашқы кететін шығындардың бірі. Егер сіз жалдамалы үйде тұрып жатсаңыз, жалдама ақшасын төлеу, ипотеканы төлеу, азық-түлік, коммуналдық шығындар, ол бәрі біздің міндетті болып табылады. Сонымен қатар интернет, медициналық шығындар, автокөлік несиесі, балаларға арналған төлемдер, несиелер осы жерде жатыр.
Міндетті емес шығындарға мыналар жатқызуға болады. Сыртта тамақтану, киім, ойын сауық, мерекелер, саяхат, тұрмыстық техника, гаджеттер, бұйымдар, жеке күтім осы міндетті емес шығындарға жатады. Бұл не үшін жасалынады? Өйткені форс-мажор болған жағдайда сіз міндетті емес шығындарын алып, сол форс-мажор жағдайын жабу үшін кететін шығындар болады. Енді қараңыздар, тағы да мынандай нәрсе, сіздер мынандай дағдыландыру керексіздер, шығындарыңыз көп болып кетпеу үшін. Рассрочка, Каспий ред дегендерді қолданбау керексіздер. Сол қазірден бастап үйреніңіздер. Өйткені ол былайша айтқанда бізді ямаға алып келуі мүмкін. Қарыз ямасына алып келуі мүмкін, одан құтылу керексіздер. Үйдегі қолданбайтын, қоймаға тастайтын заттарды сату керексіздер. Керек болмай оны сатып жіберіңіздер, оны не қыласыздар. Дүкенге барған кезде алдын ала чек-лист жасап алыңыздар. Тізім жасап алыңыздар. Керекті зат. Мынау керек ау деген ол алмау керексіздер. Және де сатып алатын кезде өзіңізге сұрақ қою керексіздер. Мына зат шынымен маған керек пе? Мына зат қажет пе? Егер керек қажет болмаса, оны алмақ қойыңыздар. Тек қана қолданатын заттарды сатып алу керексіздер. Болды. Басқа зат алмау керексіздер. Жаңа дүкенге барыңыз ба, тізіммен сол керек заттарды алу керексіздер. Жаңа қосымша зат алып жатсаңыздар, одан құтылу керексіздер. Бізде подушка безопасности деген болу керек. Не үшін? Өйткені міндетті еместің ақшасы жетпей қалуы мүмкін, жаңағы форс-мажор жағдай кезінде. Осы кезде біз подушка безопасности қолдану керекпіз. Подушка безопасности ол кем дегенде 3-4 айға жететін қаражат болу керек. Оны жасау үшін біз депозитқа түскен табыстың 10%-ын жинау керекпіз. Өйткені гарантия жоқ, сіздің жұмыс жасап жатқан бизнесіңіз жүріп кетеді, банкрот болып қалуы мүмкін. Не болмаса жасап жатқан жұмысыңыздан айырылып қалуы мүмкінсіз. Сол кезде 3-4 ай жететіндей қаражатыңыз болу керек. Мысалы, пандемия кезінде көп адам шыдай алмады, өйткені бұл жерде подушка безопасности болмады. Сондықтан подушка безопасности жасау үшін 10%-ын салып отыру керекпіз. Әрмен қарай біз түскен табыстың 50-60%-ын міндетті шығындарымызды жабу керек. 20-30% ол ойын сауыққа, және де 10%-ын өзіміздің депозиттерге салып отыру керек. Осы кезде біздің қаржы сауаттылығымыз арттырады. Сіздерге тапсырма, өзіңіздің отбасылық бюджетті құрастырыңыз. Келесі сабақта кездескенше.